Сәлеметсіздер ме, құрметті мемлекеттік қызметке үміткерлер. Біз бүгін мемлекеттік қызметке арналған тест тапсыруға дайындық үшін көмекші болатын тест туралы видео қарастырамыз. Ол үшін gostest.kz сайтына кіреміз. Және бұл жерде уже орысша тұр. Көп кісі қазақша тапсырып жатыр қазіргі күнде. Мен білуімше қазақша деген таңдаймыз. Мына жерде кіру. Негізі тіркеліп жіберу керек. Тіркелу де оңай. Пошта нелерді жазасыз. Мен тіркеліп қойғам, кірем. Одан кейін бұл пробный тест тапсыру үшін сізде шотыңызда ақша болу керек. Шотыңызды қалай толтырасыз? Төлеу. Мына жерде 3 түрлі способ бар. Ең оңай мен үшін картамен төлеу. Сумманы жазасыз мына жерге. Мысалы 100 теңге. Мына жерге карта данные. Уақыты. Артында 3 таңбалы сан. Төлеу. Менде қазір қате бұл данныйлар. Ақша бар, арғарай. Енді Б корпусы үшін және де қай программамен тапсырасыз. Өзіңізге керектісін таңдайсыз. Бізде 2 көбінесе. Заңдар керегін таңдап, соған қарай дайындаласыз. Мысалы, ненің алдында жұрттың бәрі тең. Заң мен соттың алдында. Сол сияқты. Мына жерде еще однандай варианты бар. 25 теңгеден жауап бар тестілер деген. Өзіңізге бір шеттен керек заңдармен дайындалып шықсаңыз болады. Осы жақсы көмектеседі. 25 теңге. Бір қарап шыққан. Ішіне 60 сұрақ. Әр заңда әр түрлі сұрақ болады. Бұл жерде мысалы белгілейсіз. Дұрыс. Келесінде мысалы қатесін белгілесек, дұрыс жауабын көрсетеді. Осылай есте сақтауға жақсы көмектеседі. Осымен дайындал. Мен лично өзім кішкене болса да көмек болды. Дайындалып тапсырып көрдім. Сіздерге де сәттілік.